Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, осы видеодан, осы техникадан бұрын екі видео салған болатынмын. Егер оны көрмеген болсаңыздар, каналыма өтіп қарап алсаңыздар болады. Екі техникада өте қарапайым, әдістері бір, бірақ дұғалары басқа. Скоропомощниктер. Скоропомощник деген ол жедел әсер ететін жаңағы техника. Сондықтан өте керемет скоропомощник. Қазіргі айтайын деп отырған техникада сіздерге осы скоропомощникке жатады, әсері тез етеді. Айға күнге байланысты емес, любой мезгілде жасай бересіз. Жылына, айына неше рет жасасаңыз да өздеріңіз білесіңіз. Бұл техника, мысалы, көпшіліктің сұрау бойынша, мысалы, сіздер жаңа үйленген болсаңыз, немесе үйленіп ажырасып жүрген болсаңыз, немесе сүйіктіңізбенен араларыңызға біреулер от салып, өсек аян айтып, екеулеріңіздің бірге болғаныңызды қаламай жүрген болса, онда осы техниканы жасау керек. Бұл техника қандай? Бұл техника деген сіздердің араңыздағы қиыншылықтарды, преграда дейміз ғой, араңызда тұрған қиыншылық заттарды жояды, отношенияңыздағы преградаларды жояды, сіздің арақатынасыңыздағы қиыншылықтарды, қиыншылық кедергілерді жояды. Айға күнге байланысты емес, достар, ұмытып кетпеңіздер. Маған лайк басуды, қолдап кетуді ұмытып кетпеңіздер. Қазір мен болсам барлығын түсіндіруге көшемін. Әдісі бірдей алдындағы техникалармен, бірақ дұғалары басқа. Сондықтан барлығын түсіндіріп өтейін. Бізге осындай әдеттегідей любая осындай свеча керек, церковный немесе восковая. Восковая свечаны қайдан аламыз, церковныйды қайдан аламыз деп көбі жазады. Бұл онша қымбат емес, арзан, тиын тұрады. Инстаграмнан восковые свечи десең шығады, немесе свечи Алматы бірдеме деп инстаграмнан жазсаңыз шығады. Басқа свечалар бұл жерде жарамайды, тек қана восковая немесе церковный болу керек. Бұл жерде тоже от энергиясымен жұмыс жасайтын болғандықтан сіздің арақатынасыңыздағы кедергілерді жою үшін осы восковая свеча керек. Осы отпенен жағып, сіздердің кедергілеріңізді жоятын боламыз, достар. Сондықтан міндетті түрде церковный немесе восковая свечаны табыңыз. Қазіргі кезде дамыған заманда табу қиын емес. Лайк басып, тағы да мені қолдап кетіңіздер, барлығын түсіндіремін. Айға күнге байланысты емес, любой мезгілде жасай бересіз, бір жақсы жері. Бірақ осындай свечаны темный цвет болмау керек, қара цвет болмайды, жарамайды. Осындай ашық цвет, қызыл цвет, сары цвет, осындай цвет болады, бірақ қара цветтер, темный цветтер жарамайды. Осындай свеча аламыз. Одан кейін осындай ыдысқа любой краннан болсын, любой жерден су құйып аламыз. Міне, кәдімгі су құямыз. Мен осындай ыдысқа құйып қойдым. Алдындағы видеолар сияқты жаңағы үлгі үшін мен сіздерге осындай кішкентай свечаны көрсетіп тұрмын. Міне, мендегі восковая свеча. Подсвечнигім жоқ, крышкаға, баклажканың крышкасына осылай істеп қойдым. Міндетті түрде спичкамен жағу керек, спичкаменен. Природный материал болу керек. Ал не біздерде жарамайды. Зажигалкамен жағуға болмайды. Нені? Бірінші свечаны жағамыз. Міне осылай мен свечаны жағып алдым. Жаққаннан кейін дұғаны 7 рет оқу керек. Дұғада аттарыңыз деген жерге бірінші ана сүйіктіңіздің атын айтасыз. Одан кейін өзіңіздің атыңызды айтасыз да 7 рет оқу керек. Осылай 7 рет оқу керек. Оқып болғаннан кейін 7 рет оқып болғаннан кейін мына свечаны жанып болуын қадағалауыңыз керек. Жанып болғаннан кейін свечаны жанып болғаннан кейін любой ағаштың түбіне лақтырып тастайсыз свечаның қалдығын. Ал мына суменен, мына суды не істейміз? Бұл суменен міндетті түрде, мына мысалға уже мына бітті деп есептейік та свечаны. Мына суменен шайынуыңыз керек, барып беті қолыңыз жуасыз. Жуып болғаннан кейін бетіңізді сүртуге болмайды, өзі кеуіп қалу керек. Бұл техника айға күнге байланысты емес, любой кезде жасай бересіз. Таңертеңгі 6-дан бастап кешкі түнгі 12 аралығында
жасауға болады, шектеу жоқ. Жылына бірнеше рет жасауға да болады, айына да бірнеше рет жасағыларыңыз келсе, сондай жағдайлар болып қалып жасағыларыңыз келсе, жасай беруге болады достар. Тағы да сіздерге ескерте кетейін, көбі дұға қайда деп таба алмайды. Дұғаны бірінші комментарийға бекітіп қоямын, закрепленный қылып. Егер де комментарийда YouTube өшіріп тастап жатқан болса, онда описанияда тұрады дұға. Описание дегеніміз темасы, мына видеоның астындағы тақырыптың үстін бассаңыз, сол кезде описанияда дұға шығады достар. Сәттілік, ұмытып кетпеңіздер, лайк басуды және қолдауды, сәттілік жасап көріңіздер.